асман жерлердің жаратылыштарына қарап да митеткен мә халақта хәдә батила, Құдай Тағала мұны жөнден жаратқан жоқ, бізге қызмат қылыш үшін жаратыптыр деп, Құдайдың жаратқанын қара деп. Айтып жатамыз ғой, арабтар біз жаққа туризмге же башқа илими іштерменен, дават іштерменен келе тұрған болса, біздің Сусамырдағы, Qoqtuğulutдағы, мынау Қарабалтаның жоғары жағындағы, Аларчадағы ағып атқан суларды көріп, нарын дарайларын көріп алып. Біз келатқан деле ағызып қойып, ана біз кетіп атқанда қайра жауап қойсыңар бұл қандай деп сұраған арабтар толтыра. Анан айтады, бұл жыл 12 жай, ағат, тынбайды бұл су. Құдай Тағала ушинтип берип койгон бизге. Ошондойбу деп таң калып атат. Көрбөйсүзбү? Ошондуктан биздин ата-бабаларга өмүр бою бата тилек кылып өткөнгө биз билдеттүүбүз. Пайгамбар Мухаммад алейхиссалам сахих хадисте, сахих хадистерде, туп-туура хадистерде келгендей, «Валадун салихун яд'у лаху» дейт го. Артынан бата тилеп турган урпактарды калтырган болсо, агып туруп барып тура турган соо ушул дейт. Ошондуктан biz ата-бабаларыбызга күнү-түнү бата кылсак да эмне болот экен? Аз болот, аз. Дайыма бата тилек кылышыбыз керек. Өлдү кетти бүттага бата кылбайбыз деген туура эмес. Анда муну сахих хадиске каршы келген болобуз. Сахих хадисте келип атат. Яду лаху, артынан дуа кылып турат. Бир имараттарды куруп койсоңуз, мектептерди, жол көпүрөлөрдү салып койсок дагы Кудай үчүн деп. Ошол эмне болот экен? Агып барып тура берүүчү сооп болот экен. Акылдуу инсандар ушундай болот экен, ахиреттин абат кылат экен бул дүйнөдө эле. Кантип жакшы мекемелерди, жакшы иш-чараларды жасап, кийинки урпактарга калтырып коет экен. Өтүп баратканда дагы жылмайып, курсан болуп, кубанып, жайдары абалда өтө турган абалга барат экен да ошондой.